Takdirinde кейден кете береді. 13 мәселе көтерілді. Біріншіден соның ішінде партия сол сіздің айтқан пікіріңізге көп партиялық қажет емес деп жатыр ғой. Бізде шын айтқан кезде қазір партиялар мінбері дейді. Олар елдің алдында мінбері. Ал сөйлеп қалатын болса дейді. Одан кейін оған бір қысқаша айтатын болсам, жаңа партиялармен әрине біз қандай да ұлттық мәселе болса, әр тарапта бірге жұмыс істейміз. Бірақ өткен жолы естеріңізде болса, 20 жылдығында бізді мемлекеттің мәртебесі берілгенге, сол кезде 5 мыңнан аса республика сарайына халық жиналды, оның бәрі жинаған қоғамдық ұйымдар жасауының қажеті жоқ. Сол кезде партияның өкілдері шығамын деді, олар тек қана сөз сөйлеймін деді, халықты ұйымдастырған жоқ. Біз осы жерде қоғамдық ұйымдар бізге партия құру ол мақсат емес. Партиямен бірлесе жұмыс істейміз, ұлттық мәселе болса. Бірақ шын айту керек, олардың бізді мінбері дейтіні сол кезде өзінің ұпай жинақ бізді өкілдер жасыратын жоқ. Бұл бірінші мәселе. Мұхтар Шаханов ағамыз жаңағы Сарыарқа менің кинотеатрының артында талай рет тілге байланысты акция өткізген кезде соның басқасына партиялар жүрді. Әсіресе 20 жылдығында қоғамдық ұйымдар өйткені әкімшіліктен осы Алашұлының ісінен бастап алған 29 тамыздағы менің ядролық менің полигонның жабылуына байланысты 20 жылдығына табиғат қозғалысымен сол кезде қоғамдық ұйымдардың 23 қоғамдық ұйым жиналып, содан кейін барып бізге Мұхтар Шаханов ағамыз сенді де сол партияны ұйымдастырды. Қоғамдық ұйым басшыларына табиғат одағынан штатты басқарған Мәкеңнің өзі болды. Қоғамдық ұйымдар сол жерде басшылық етті және 5 мың аса халық жинай алды. Соны айтамын. Ал енді сіздер мәселені жазып өткіземіз дедіңіз. Бірген айтты, келген сайын мәселені жазып өткіземіз, ол онсыз ақ тағайын өте береміз. Электрон нұсқаны әкелетін болсақ, оны қабылдай бермейтінде, дұрыс қабылдай алмайтын ағаларымызды ортамызда отырған жасырып алмайды. Сондықтан күн тәртібі мәселесін әртүрлі мына 13 мәселені көтеріп отырмыз. Әртүрлі мәселе кете бергенше бір отырыста бір мәселені көтеріп, соған қатысты ойларымызды әкетіп жатыру керек. Мен осы мысым сол.